Сен сұрасай бірінші, осындай заң енгізсе қалай болады халыққа деп. Неге халыққа шығарасыңдар, өзімізге де жоқ па андай, не өздеріңе кішкене. Мен мысалға мен елді кішкене елге сатқындық жасап қойсам, немесе жаңағы елімді ойламай қалған жағдайда президент ретінде мені былай жазаласын деген сен өзіңе андай не шығармайсың ба, заң? Өз-өзіңді не істемейсің ба? Андай жазаламайсың ба? Сонда саған жаза жоқ па? Жоқ. Былай ғой, енді сіз оқымағандық болып тұр ғой, сіздікі халыққа да заң, билікке де заң бірдей дегенді сіз білмейді екенсіз да, бірге шығады. Олжас, халықты қосыңыздаршы, бір өзі далада отыр дейме, бірдеңе деп жазып жатыр. Қосыңдаршы. Ол біреумен отыр қойдым, ол қосылмайды екен, өкінішке орай. Қоса алмай жатырмын. Онда өзінен көрсін, халыққа мынандай заң қабылдаймыз. Бағана кетті. Бағжан Данай ұсыныс тастады. Ең бірінші заң, насыбай атпау керек халық. Аузы сасып, елді састады ол. Тамаша. Не дейсіз енді? Сіз енді өзіңіз оның орнына снюс деген шықты емес пе, соны жоқ тазара қой дегенім ғой мен өзім. Анда-санда не қыламын да енді. Керек сияқты. Дегісің ба сен? Керек емес. Мен сынаған Бағжандан айтайын. Керек емес сияқты, я. Дұрыс айтасыз, насыбай керек емес. Насыбай керек емес. Елді састы деген кәдімгідей айып тағылады да, елден қуылады насыбай атса. Демек, Байғайстанда насыбай атуға рұқсат жоқ. Жоқ. Енді кайсыз қалады. Сосын, мынау тағы да бір айта кететін мәселе. Қазір есімнен шығып кетті, мен ойланбадым ба? Тағы не болмайды дейді. Мына біздің Байғайстанға камера керек па деп ойлаймын мен. Камера орнатқанымызды қалай қарайсыздар? Не істейді? Яғни халықты бақылап отырамыз, қайда бара жатқан, не болып жатқан, не білдіріп жатқан деген секілді. Егер де жол ережесін бұзып, немесе басқа қылып көріп қалатын болсақ, жаңағындай жазалайық деген мақсат қой. Білмеймін, оны ойланамыз. Екінші заң. Бар берейік, Байғайстанда дейді. Заң ішіп алып, бывшаясына звондауға болмайды. Ондайлар бар екен. Анау бәрін, бұның заңның бәрін қайдан алып жатыр? Өзіміздің арамыздағы Мағжан Нұрғалитегі бар ғой сіз. Соны істеп жүрген әрекеттерін көре тұра шығарылып жатқан заңдар бұлай шығарып жатыр деп ойлап қалмаңыз. Ол халыққа ескерту, ішіп алып, бывшаясына түнде звондауға болмайды. Сосын біткен екен, халықтың мынандай қасиеті, ішіп алса кейде үй жағына барып алады екен, звондап. Иә. Или қазір домофоныңыз звондаймын, дарбазаңды ұрам дейтін. Сөйткен жағдайда дарға асылады. Дарға асылады. Сонымен? Дарға. Демек, қатаң кәдімгі Байғайстанды полный өзгертеміз деген ойға келіп жатсыздар ғой енді мен. Иә. Сосын мына байқасаңыздар, халық көбіне телефонмен жүреді. Тиктокқа кіреді, Инстаграмға кіреді, Threadsқа кіреді, кіріп не болса соны былапыт сөз әркімнің артынан жазатындар бар. Өтірік аккаунт ашып алып левый. Сондай мына бетперде киіп жүрген дер сияқты болмасын деп, мына тикток дегендер кішкене кіру уақытысын азайтсақ халыққа. Шынайы өмір сүрсе деген мақсат қой енді, мен сол баяғы идеяның құрбаны болып отырмын ғой. Білмеймін, әлі айтқан ұсынысын көңілімді көншітпеді, болмайтын бір ұсыныстар айтып отырсың. Үшінші заң. Не еді үшінші заң? Бағжандан айтайық. Үшінші заң... Елімізде футболды дамытсақ дейді Байғайстанда. Футболға ақша бөлінсе дейді. Мағжан, сонда сен еліңде қалған бәрі дамып, футбол ғана дамымай қалып тұр ма енді қалғаны? Ракет ашырып атсың ба сен, робот ойлап таптың ба? Топас қой, топас. Премьер-министрлікке вообще лайық емес. ЖК салдың ба? Ауың мен бауың сайлап алмай, футболды дамытып қойып, онда кейде тұрайық арғы. Жалға сөйлесін тегі. Бүкіл Байғайстан азаматшаларына сіз деп сөйлеу деген заңды толығырақ айтып жүрсің. Бағжан Данай тегі молодец, жиналыста болған.
біліп тұр, мен бұның құлағына сыбырлап кеткен жоқпын Мағжан Нұрғали. Екеуіңе бірдей түсіндіргем. Мені мынау тыңдаған, сол телефон қарап, қыздарына қарап отқансың баяғы. Рахмет. Байгайстанда тыңда, қыз бала Иә. қыз деп сөйлейді. Кішісі болсын, үлкені болсын. Тек сіз деп. Одан кейін қыздарға Байгайстанда. Түсіп қалды, қарындас, қайшылықсын, анау сорлы болуға болмайды. Сөйтіп істеді ма? Кешеміз. Бітті. Сосын мына түнде мопедпен жүретіндер жайлы не ойыңыз бар? Байгайстанда мопед бар ма? Байгайсы, мен Қазақстанда отырған, Қазақстанда айтып кеттім, кешірім сұраймын. Екі елікте ойлап жүрем ғой. Өз еліңді ойласай, сен не істейсің? Мына жақта бәрі Олжасты қос деп жатыр да, Олжасты қалай қоссақ болады екен. Ой, қазір бір мына боди массаждың бағасы түссе дейді, боди ашсақ Байгайстаннан дейді. Не ол? Мен де біле бермедім, боди деген дене ғой, яғни дене массажы дегендей болмай екен. Өткенде сізге бір кіргізбек, бір қызды ұнатпадыңыз ба, ана қызға бірдеңе айтып жүргізіп пе сол. Үшінші заң. Сен мені бөлмеш, заң қабылдап отырып біз. Иә. Халықты үйлендіру заңы осы жайында айтып кеттіңіз. Қазір халықтың мәдениетін дамытып жатырық қой. Үшінші заң, Байгайстандағы еркектер бүйтеді екен. Лайк басады екен көп. Иә. Топырлатып лайк басып кетеді екен дағына. Анау қыздың лайкын күтіп отырады екен. Бүйтіп анау қыз лайк басады ғой енді ол да. Иә. Охо дейді екен да, жаңағы дайректте гош деген сияқты. Сондай бір жағынан қызық па деймін. Енді сіз сияқты ақымақтарға қызық қой, бірақ бұл мынандай шешімі де болды бұл заңның. Жаңағы енді былай болады Байгайстанда. Қызға лайк сторисына лайк басқаннан кейін міндетті түрде подпискасы болу керек. Неке сияқты ғой, иә? Тек лайк басып кетуге болмайды. Тек лайк басып кеткен ол жазаға тартылады. Лайк бастың артынан подпискасы болу керек. Осыны ұғып алыңыз. Халықты үйлендіру. Жалғас елеусін. Халықты үйлендіруіміз керек. Өйткені халық аз, киноға, мысалы кино түсіресің, халық аз. Иә. Сол үшін Олжас халықты үйлендіру керек, тез балалы шағалы қылу керек. Сол кезде Байгайс деген кино шықты ғой, мысалы кеше 27 қарашадан бастап. Иә. Сол кезде халық көп болып барады. Ал қазір халық аз. Мына мен ойлаймын да, бізде жалғыз халқымыз бар, Олжас Байгайс. Олжас халық сол бір өзі киноға барса уже аңшылық көп есептеле ма? Есептелмей жатыр сол қазіргі статистикалармен есептесек. Мына енді барлығы мен ойымна кетіп қалып жатыр. Олжас халықты қоссын деп айтып жатыр екен, бірақ Олжас халықты мен мына жерден көріп тұрған жоқпын. Ол адамға халық. Олжас халықты қосыңдар деп жазбаңдаршы. Ол 100 рет жібердім. Олжас халықты орнынан шығарамыз, немесе қазір кірмесе. ЛХБ ашу керек дейді. Енді мен мына жақта халықтың айтқанын ғана сіздерге оқып беріп жатырмын. Халықпен санасу мақсатында. Қазір мен сіздерден айырмашылығым мынандай ғой, мен заң шығарып жатқан кезде бірінші халықтың ойын тыңдаймын. Өзім шығарып тастап, сосын соны мынандай заңға енгіздік деп айтпаймын да. Соғана кішкене айырмашылық соғана сияқты сіздермен мендегі. Олжас халық қазір 10 минуттың ішінде кірмесе, орнына халық аламыз. Келсем. Әдемі, жақсы мақтайтындай сөздер жазса, соның арасынан ең күшті мақтаулы сөз жазған адамды халық қып аласынан түсінеді. Иә, мақтағанның барлығын халық алатын болсақ. Сөйлемеші болды, қойшы. Ана халқы қандай болса, анау премьер-министрі сондай деп тартқан болып тұр ғой. Кешігет. 8:30 деген сотқа кешігіп келді ғой бір кісі. Сол сияқты кешігіп тұр да. Мынау
халыққа берген үйіміз бар, халыққа берген жеріміз бар, соның барлығын неге пайдаланылмай жатыр? Егер де ол халыққа берген жер пайдаланып, оны іске асырмайтын болса, ол активтарды еліміздің басшылыққа, мемлекетке, үкіметке обратно қайтарып алайық та оны, сол жерлерді. Сондай да бір ойларға келемін енді. Жарайды, оны түсіндік. Онда бір ақпаратты айтып жіберейін. Бағана Жалғас Елеусінтегі екеуміз шетелге сапар жайында жазғанбыз. Тыңдап ал, Мағжан Нұрғалитегі. Иә. Желтоқсанның 2 мен 4 аралығында Байгайс билігі Астананың барлық кинотеатрларына Байгайс киносы көрсетілімнен кейін халықпен жүздесіп, пікірлерін тыңдап, қошеметтерін көріп, суретке түсіп шығатын болды. Бұл кешіріңіз, мен қазір сіздер ұқсап жазып алып тұрмаймын, мен әлі жаттап аламын. 2 мен 4 арасында. 2 мен 4 аралығында. Енді дәптер мен ручкада жоқ па, сонда жинасқа келгенде? Жазамайды ғой. Неге олай ойлайсыз? Менде бар ғой. Кәне. Проблема жоқ, уайымдамаңыз. Сіз өзіңіз менің бойымнан көргіңіз келген нәрсені ғана көреді екенсіз, Жалғас Елеусінтегі. Осы қимылыңызды, осы іс-әрекетіңізді реттейтін болсаңыз, болашақта сізден жақсы президент шығады деп ойлаймын. Ал қазірше өкінішке орай. Мынау Мағжан Нұрғалитегі болды ма екен? Бөле бердіңіз ғой тегі. Кешіріңіздер. Тыңдаңыз, жазып алыңыз. Басынан айтамын. Құрметті қазақстандықтар, Байгайстан билігі 2 және 4 желтоқсан күндері Астана қаласының барлық кинотеатрларын аралап шығатын болады. Сол уақытта сіз кинотеатрдан кейін шығып, бізді көріп қалсан болсаңыз, сізбен дидарлатамыз, сіздің пікіріңізді тыңдаймыз, қошеметіңізді аламыз және рахмет айтамыз, суретке түсеміз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Тыңдай бер, бірден кірісіп кет. Бірден тыңдап кете бер. 8:30-дан бері эфирде отырдым. Сіздердің қараңғы болғандарың үшін мен кінәлі емес шығармын деп ойлаймын енді. Халық мырза, бір ақпарат айтып жіберсін. Халық сен бар ғой, үйтіп кіре салып ше, Захарыңды шашпай отыр, десең айтайын. Бар емес па? Мемлекеттің басшылығын, мына Байгайстан басшылығын сыйлайтын болсаң, отырмайсың ба бір жерде тыныш адам секілді барып? Мен тыныш жерде 1 сағат уақытымды бөлдім. Сіздер сияқты жылы жерде отырған жоқпын. Мен бірден айтайын енді. Ал, жағдай жақсы ғой? Жағдай жақсы ғой? Мен бар ғой, мен білем ғой. Кім менің не екенін білем ғой. Бұл жақсылық жақпайды бұл халыққа. Мынау ойбай, мен жаурап жүрмін, қарным аш демек, сен зәулім сарайлардың арасында машинаның ішінде отырсың ғой, олдас халық. Енді сіздер осы мұсылмандарды сіздің арқаңызда деп ойлаймын, Жалғас Елеусінтегі. Сіздің осындай ұшқыр саясатыңыздың арқаңызда. Жарайды, онда жүре беріңіз. Мағжан Нұрғалитегі үйрет қойын. Қабырғам шығып осы сіздің Президент дейді. Тыңдаңыздаршы, құрметті басшылық, саналы түрде ақыл тоқтатқан, оқыған адамсыңдар ғой. Мағжаннан басқа. Қараңыздаршы. Президент 2-ге 2-ні қосса 5 бола ма дегенде 5 басын айтам. Президент 1-ге 1-ді қосса 3 болады десе, ол қате емес. Жанында Бағжан мен халық сияқты адамдар я 3 болады деуі қатеді. Түсінбедім ойыңызды, не жеткізгім келгенді. Яғни не болса соған өтірік мақтап, сіздікі дұрыс деп адамды шектен тыс диктатураны орнатуға мәжбүрлемеңіз үйтіп. Одан сайын жаңағындай. Жақсылығын айт. Мағжан Нұрғалитегі жақсының жақсылығын айт, мерей тасысын дейді ғой. Сол сияқты адамның жақсылығын бөлісіп жатырмын осылай. Оның қате болса енді айып етпеңіз. Бірақ сіз шатыстырмаған сияқтысыз да, сәл жағдайың жақсы екен деген бір ауыз сөз естіп едің, сіздің арқаңызда ғой деп. Онда 200-ді болма. 200 емес. Мен негізі жаңа сізді соттайды дегенді естігеннен кейін стримға шықтым. Мен жұмысымды жасап жүре беретін едім. Елімізде жоқтан бар жасап, барды базар қылып жүрген Мағжан Нұрғалитегі өзіңізсіз ғой негізі. Ол енді маған мен негізі Бағжан Данай тегіне ішім жылымапты осы уақытқа дейін. Иә, мен келісем.
бір екі дәлел сіздер тыңдап отыра тұрыңыздар. Дәлелім жоқ, енді Мағжан Нұрғалиев қолынан келген жасап жатыр ел үшін. Өзінің идеяларын әкеп жатыр, мысалы армия құру жайлы. Мағжан Нұрғалиев жеген ақшаны сіз де жедіңіз емес пе, мектепке бөлінген? Былай қылайық, олжас халық, біріншіден сіздің мынау жиналысқа қатысу формаңыз мүлдем талапқа сай емес. Екіншіден тыңдап алыңыз. Көзге көрінетін ғана жақсылықтарды айтпай, көзге көрінбейтін де жақсылықтарды айтып отырыңыз. Қандай заң бар ма екен ол жерде? Халық осындай немен жүрсін деген, жалғас үйлесін деген Мағжан Данайбегі, мен ойлаймын, сіз халық болып, экономика министрі осы Олжас халық болу керек па деп те ойлаймын мен кейде. Өйткені Олжас халық ойын толықтай жеткізе алады және шындықты да бетке айта алатындығы көрініп тұр да. Осындай рамкадан шығып кететін осындай адамдар бізге міндетті түрде керек деп ойлаймын өзім. Өз басым. Иә, солай қылсақ та болады, бірақ Байгайстанда ұшақ адам болған қаламайды. Ойланып қарасам, істен бұрын ынтымақ дейді ғой. Бақ, бақыт, байлық деген ол ұрсып таласқанға емес, ынтымақ бірлік жарасқанға дейді. Бір-бірімізбен қырғызса болай. Ешқайда өспейміз деп ойлаймын мен, бұндай ұрыс-керіс ешқайда апармайды бізді. Тек елімізді құлдырата береді. Олжас халық, сен туралы біз жаман сөздер естіп жатырмыз. Сен елден тапқан ақшаға барып, анау парктерде тұрған мынандай грушаға удар ұрады екенсің ғой сен. Сен не деген жындысың сен? Не істейді екен дейсің, жалғас ересіндегі? Халықтан, бюджеттен, енді өз елден тапқан ақшаға барып, бұл удар ұрады екен. Груша. Удар ұрады? Көшеде ұрады екен. Ұрайын деп емес, өзімнің былай физикалық формамды, нормамда ұстау үшін оны тексеріп көрген ударды. Ойым әбестік болса енді кешірім сұраймын. Ол не үшін тексеріп жүрсің? Біреу ұрайын деп жүрсің бе басшылықтан? Жоқ. Сен одан кейін қыздарға өтіріктен бірінші лайк басып, комментарий жазып кетеді екенсің, өтірік қармағын тастап. Ол енді, ол жала. Ал жаңа удар ұру деген әрбір Байгайстан елінің азаматы солай өзін мықты, намысы биік болу керек, спорты мықты, дені саудың тәні сау демекші, солай денсаулығында шынықтырып жүрген солай көшеде. Денсаулығыңды шынықтыру удар ұрумен өлшенбейді бауырым. Бірінші жаңа жүгіру, басқа да денеңді қыздырып спортты ұстап жүруге мүмкіндіктер бар. Көшеде Байгайстан тазор етіп жүрсің, барып. Жүгіргенім жазғандар да бар шығар енді арасында. Сен екінші сұраққа жауап берші. Сен қыздарға спич деп жазады екенсің ғой? Мынауың жала енді. Мен өмірімде ешкімге олай спич деп жазып көрмеппін. Жазып жатыр ғой маған міне. Спич деп жазады Мен дейді. қайырлы таң просыпаемся деп қана жазған шығармын, ал спич деп ешкімге жазбаппын. Сен не шаруаң бар? Біреу ұйықтап жатыр ма? Сен будильниксің ба бәрін оятатын? Жазды дейді. Солай десе де болады. Мен бір ой қосып кетейін осы жерде, иә? Тыңдайсыздар ма? Иә, Жоқ. айта ғой. Былай қылсақ, өткенде бір рет халыққа ескерту жасаған болатынбыз. Өзі бір кетіп қалған еді, соған бір қайттан қабылдағанымызға қанағаттанбаған сияқты. Бір халықтың арасынан Мен неге? Жоқ. Тұра тұр, тыңда. Мағжан Данайбек қандай оймен олай айтып жатырсыз? Қандай оймен олай айтып жатырсыз? Тыңдабашы, одан қанағаттанбайды екен, мен қанағаттандым. Эфирді бұзып жатсың, тыңдашы. Мына халықтың арасынан Олжас халықтың орнына кандидатураға жаңа халықты онлайн арқылы көрсек. Бағана бір көріп қалдыңыздар бір видеоны. Мен өзім Байгайстанның халқы болуға ұсынамын деді ғой. Аха. Сол секілді өзі Байгайстан халқына лайықпын дейтін ұсынатындар болса, Инстаграмға, ТикТокқа өз кандидатурасын ұсынсын. Айта кетейін. Сонда жалғас сөзде кешірім сұраймын. Олжас халық, сен тыңдашы, анау Мағжан құсап маған қарсы шыға бермей. Әрбір мынанда отырған адам, мен Байгайстанның халқы боламын, мен киноға бардым деп жазсын. Хэштег па не ол? Сондай қалай. Жалғас ересінде кешірім сұраймын қазір, бір ауыз сізге ескерте кететін, яғни шындықты бетіңізге басатын уақыт келді деп ойлаймын. Сіз өткенде киноға барғандар
Байгайс киноды хэштег қалдырып бізді белгілесін деген заң қабылдаған болатынсыз. Өкінішке орай ол халықтың саны өте аз, яғни Байгайс киносына барып бізді белгілеп жатқан адамдардың саны былайша айтқанда жоқтың қасы. Осының өзі сіздің билікте отырғандығыңызда күшіңіздің уже азайып жатқандығын білдірмей ма? Новыйдан мен сияқты жанып тұрған президенттер керек деп ойламайсыз ба өзіңіз ойыңызша? Онда сендер жеткізбегенсіңдер халыққа кино туралы. Мына халық, олжас халықтың арасында жүр ғой. Ода жоқ па ондай, жаңа жеткізу, бірге жүру, халықпен бірге кинотеатрда бірге отыру, халықтың ойын сұрау деген жоқ па сонда? Олжас халық, сен Қазақстанның астанасы Астана қаласында үшін сол жақта киноға бардың ба сен халықпен бірге? Бұның интернеті де жоқ, бұның интернеті бар. Әкешенің алдыңғына бардым ғой. Не деп жатыр халық? Тезірек өтіп кетсе екен мына жерде. Халық көңілінен шықты халықтың. Осында жалға серуісіндегі біздің киносымен жаңағы халықтың несі бар, жаңағындай дұрыс жеткізбеуі бар. Енді бұндай әрбір жас мемлекетте болады деп ойлаймын. Біз өзіңіз білсеңіз, Дубайда біз Байгайстанның елшілігін ашқан болатынбыз. Киноларыңызды көргіміз келеді дейді. Біріккен Араб Әмірлігінде жіберсеңіздер, аударсаңыздар арабша дейді. Сіз енді арабша жақсы білесіз ғой. Сондай ойға жаңағы шетелге шығу деген ойларды ойласақ, яғни бұл кімнің идеясы? Әрине премьер-министр Мағжан Нұрғалиевтің сіздерге айтып жатқан идеясы. Осы идеям үшін соттап жүрмейтін шығарсыздар, әйтеуір бәрі дұрыс қой. Жақсы идея. Міне маған жазып жатыр. Сұрақ, міне халыққа менің тапсырмамды дұрыс жеткізбегенсіңдер. Халық менен сұрап жатыр. Сонда дейді, киноға барсақ автоматты түрде Байгайстанның азаматы боламыз ба дейді. Мен бұл жайлы Трец әлеуметтік желісінде жазып кеткен болатынмын. Facebook әлеуметтік желісінде де Байгайс киносына барған жандарға Байгайстан азаматтығы автоматты түрде беріледі деп, және сол құрметті азамат еңбек ері дарын сыйлығының лауреаты дегенде атақтардың барлығы берілетін болады. Мен оны қазір осы эфирден кейін TikTok әлеуметтік желісінде сіздердің корочкаларыңызды шығаратын боламын. Киноға барған жандар өзінің 3-4 суретін сол жерге жабыстырып, TikTok әлеуметтік желісінде достарымен бөлісіп, қуанышты жаңалықпен бөліссе болады. Міне, менің бүгіндік емес, жұмыс істеп жүрген жалпы жұмысым ғой, мен әдетте істей беретін жұмысым ғой. Қазір мен шетелде жүрмін, яғни Қазақстанда бір істен келген едім, ертең Байгайстанға қайтамын бұйырса. Байгайстанда сосында жол салсақ деген ой келіп тұр жалға серуісіндегі. Тұра тұрыңыздар, кино тақырыбынан ауытқымай тұра тұрыңыздар. Енді жалға серуісіндегі халық біліп жатыр ма дейсіз, кеше біз Алматы қаласындағы Сарыарқа және Апорт, Достық Плаза, Форум секілді кинотеатрлары бар кешендерге барып, халықпен тікелей жүздесіп, қолын алып суретке түсіп қайттық. Ендігі жоспарда екісі 4 желтоқсан аралығында Астана қаласындағы барлық кинотеатрларды аралап, Байгайстан мемлекетінің кино көргендердің ішінен Байгайстан мемлекетінің құрметті азаматы деген мынандай табличка береміз. 5 мен 7 аралығында дәл осы жағдай Шымкент қаласында қайталанады. Одан кейін ары қарай Қызылорда, Батыс, Солтүстік, Түркістан секілді қалаларды жоспарға қойып отырмыз, бірақ бұлардың нақты датасын әлі қоя алмадық. Сондықтан да құрметті қазақстандықтар, құрметті азаматтар, жолдастар, киноға барыңыздар, киноны барып, соңынан бізді көріп қалып, бізбен сұхбаттасуға, суретке түсуге асығыңыздар. Мына жерде кейбір оқырмандар жазып жатыр екен, бізге қызық болмай кетті эфир деп. Жиналысты қызық болады деп сіздерге кім айтты? Елді талқылайтын жерде күлдіретін әңгімелер айтылып жататын болса,
онда оның несі басшылық, мен сіздерге айтайын. Сондықтан да бұл жерде тегіннен тегін отырған жоқ ешкім. Бұл жерде Байгайстанды қалай дамытамыз, елімізді қалай одан ары қарай жақсы жетістіктерге дамыған 50 елдің қатарына қайтып қосамыз деген мақсаттағы жиналыстар болып жатыр. Сондықтан да біз Олжас халық, сізге біріншіден айтарымыз, сіз ол жерде киноға түстіңіз, өтірік айтпаңыз олай. Сіздің сахнаңыз бар, көрінетін, және сіздің бөлікке түсірген сахналар бар. Оның барлығын біз кесілмеген түрін осы киномыз біткеннен кейін өзіміздің YouTube арнамызға кесілмеген Байгайс киносын салатын боламыз. Немесе кинотеатрлардан да кесілмеген вариантын жіберуге болады ау. Халықтың ойымен бөлісіп жатқан ғой, маған келіп жатқан факттармен. Иә. Енді сол жарайды. Бірінші мәселе кетті. Ал, жарайды, айтшы. Екінші мәселе жаңа халық аламыз деді менің орныма. Иә. Міне. Сонда мен осы уақытқа дейін жасаған еңбегім Байгайстан үшін, отымен кіріп күлімен шыққаным үшін барлық еңбегімді жоққа шығара саласыздар ма? Сонда оп-оңай сіздер адамды ауыстыра салуды оңай қарайсыздар ма? Мен елім маған не берді демес, еліме мен не бердім дейтін халық болуды сізге ұсынамын. Еліме не бердім деп өз-өзіңізге сұрақ қойып, түнде күніге өз-өзіңізге не бердім десем, ол мен... Және құрметті басшылық, құрметті халық, бір секундқа күте тұрсаңыздар, мен қазір 2 минутқа бір жерге алшақтап шығып кетсем, мені жамандай тұрсаңыздар болады. Құрметті достарым. Олай қылайық, Мағжан Нұрғалитегі. Сіз 2 минутқа кетпей тұра тұрыңыз, өзді эфирдің соңына таяқталған сияқты мен қорытынды сөзді айтып берейін. Иә? Келісесіз ба? Жалғас үйлесімдегі президент. Ал, құрметті Жалғас үйлесімдегі Мағжан Нұрғалитегі, Олжас халық, бүгінгі жиналысымызға қатысқандарыңызға рахмет. Өкінішке орай бүгін Мағжан Нұрғалитегі сотталу керек еді, бірақ нақты дәлелдердің болмауына байланысты соты кейінге шегерілді. Және де ертең сағат кешкі 21:00-де бәріңізді уақытынан кешікпей осы жерде күтемін. Бәріңіз. Және де тағы да бір ақпарат, құрметті қазақстандықтар. Біз Байгайс киносы, Байгайс ұжымы, Байгайс деп аталатын кино түсірдік. Осы киноға барып, көңіл күйлеріңізді көтеріп, күліп, қайтсаңыздар болады. Құрметті, тағы да бізді көріп отырған оқырмандар, барлықтарыңызға рахмет. Біздің осы тікелей эфирде болған жиналысымызға қатысып жатқандарыңыз үшін. Олжас халық бөлмесеңіз екен. Бүгін енді мені соттаймын, басқа қыламын деп жатсыздар. Мен онда еш нәрсеге қарсы емеспін. Нақты дәлел болмағаннан кейін мен не істесем де елімді дамыту мақсатында жүрген азаматпын. Сондықтан да менің қандай да бір қай жерлерде бір жіберген ағаттығым болса, мен ешқашан қателеспеймін дейтін жан, онда мені соттасын. Ал егер мен де қателесем, менде де ондай кездер болып тұрады десе, онда бір-бірімізге түсіністікпен қарайық деген ойды айтқым келеді. Және Жалғас үйлесімдегі мен сізді президент ретінде сыйлаймын, бірақ кейбір жерлерде кейбір шешімдеріңізге мен шыны керек қарсы шығатын кездерім болады. Оның барлығы халықтың мүддесі үшін. Және Байгайс киносына барған жандар, Байгайс кино деген хэштегті ұмытпаңыздар. Біз сіздерді Байгайстанға міндетті түрде кино министрі қылып алатын боламыз. Және осы жерде соңғы сөзді 1 минут уақытымыз бар екен. Жалғас үйлесімдегі кешті аяқтасаңыз, нүктесін қойсаңыз. Жоқ, мен халықтан төмен тұрам. Халық өзіңіз сөйлейді. Ой, Мағжан Нұрғалитегі, мен негізі сізді соттаудан аман алып қалу үшін кіргенмін, өз ойымды айтайын деп. Көш жүре келе түзеледі ғой енді. Жаңылмайтын жақсы жүрмейтін жақ болмайды демекші. Жас еліміз қанша дегенмен де, осы жас елдің түсірген киносын келіңіздер достар. Барлығыңызды қолдау күтеміз барлықтарыңыздан.
өте қызықты кино деп сеніммен айта аламын. Жалғас сөйлесіндегі жалғастыра беріңіз. Рахмет, Олжас халық. Қымбатты біздің халық, киноға барыңыздар. Одан кейін YouTube'да Байгайыс каналына жазылып қойыңыздар. Сіздер каналға подписаться етуді баспай көре береді екенсіздер. Подписаться етіп қойсаңыздар, не деген масқара ол. Ертең басқаны Трамп көреді, Путин көреді, сөз ойбай, YouTube'дан немене пәле деп айтады Байгайыстан. Подписацияны басу қиын емес қой. YouTube тегін көре беріңіздер. YouTube онсыз да тегін тұр ғой. Киноға баруды ұмытпаңдар. Болды. Жиналыс аяқталды, барында мен шаршадым ұйықтай. Сендер де ұйықтаңдар. Жақсы. Олжас халықпен жалғас мырза сіз шыға беріңіз. Мен Магамен бір ауыз әңгімем бар еді. Қайтып шығамын. Мен шығарып жіберіңдерші. Ананың төбесіндегі пульттік сияқтың баса саласын. Қараңғы ғой, білмейді ғой. Олжас, сіз кетіп қалды деп. Олжасты айтып отқан ғой. Осы жерде мен енді президенттің көзінше айтылғаны дұрыс болатын еді деп ойлаймын. Әрине Бағжан Данай тегі, сондықтан да